Павлодар өңіріндегі Абай есімімен байланысты ғимараттарға назар аударайық. Павлодар қаласында дарынды балаларға арналған Абай атындағы нөмір 10 лицей мектебі және Екібастұз қаласының Солнечный кентіндегі жаңа мектеп. Павлодар қаласындағы Абай атындағы көше. Жаяу Мұса 7 көп қабатты үйдегі Абайдың суретімен мурал. Және инновациялық Евразия университетінің қабырғасындағы Абай суретімен стрит-арт. Сонымен Павлодар облысы мәдениет басқармасында жариялаған 175 шақырымдық жүгіру марафоны да өткізілді. Рухани орда ретінде облыстық арнайы кітапхананың қосқан үлесі де бар. Ол әлеуметтік желіде кітапхананың Инстаграм парақшасында әр дүйсенбі сайын шығаратын Абайдың даналық айдары. 29 қаңтарда өткізілген номер 25 мектеп оқушыларының қатысуымен Абай атамызды насихаттаушы, Абай танушы Даниял Асеновпен кездесе отыра кітапханамыздың өнер сүйер қауымына ұлы тұлға өмірі мен шығармашылығы атты әдеби сағаты. 1 наурыз күні Шаңырақ мәдени сауық орталығымен бірлесіп Дана Абайы, Дара Абайы қазақтың әдебиет танымдық кеші өткізілді. Алматы қаласындағы Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театры ұйымдастырған республикалық ән байқауына қатысқан оқырманымыз Ибраева Балкен Құдышқызының марапаттары. Зағип жанға ерекше көңіл аудара, қайтсем де Абайды оқимын дейтін зағип азаматтарға арнайы кітапхана қорындағы жалпақ басылымды шығармалары, қара сөздері және аудио форматтағы Абайдың қара сөздері, Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романы, Абай әндерін ұсына отыра, Брайль әрпімен басып шығарған Абайдың қара сөздері жинағы қорымызды толықтырды. Артық ғылым кітапта ерінбе оқып көруге. Ғылымды, ақылды сақтайтұғын мінез деген сауыт болады. Тіл жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды. Ғашықтың тілі тілсіз тіл, көзбен көрде, ішпен біл.